Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Бүгін Қордай ауданы Әлжан апа ауылындамыз. Қордай көшесі 24-ші үйге келіп тұрмыз. Бұл үйде қазақтың намысы, қазақ ұлты үшін қаза тапқан Дархан Асқарбайұлы тұрған, дұңғандардың, жауыздардың қолынан қаза тапқан. Мұнда келуіміздің себебі Қордай ауданындағы бірнеше күн бұрын болған жағдайға араңдатушы, яғни дүнгендердің қазақтарды басыну салдарынан туындаған жағдайға байланысты келіп отырмыз. Сайқал Тоқаев мемлекеттік комиссия құрған болатын. Біз оған сенімсіздік танытып, оның сөздерінен кейін өзіміз қоғамдық комиссия құрып отырмыз. Ең бірінші Дархан бауырымыздың үйіне келуді ұйғардық. Содан соң ары қарай жағдай нақты болған ауылдарға өтеміз. Қазір сіздерге Дархан бауырымыздың артынан қалған өлдіршін өрт көрсетейін. 95-ші жылғы жігіт, жап-жас мерт болды. Ұлт намыс үшін. Осында ма кішкентай бар? Сәлем. Үлкен қызы.Інің ғана?Інің ғана? Қайда? Қалып қалдың? Шақас ма бұл? Үшіншісі ұйықтап тұр. Жарайды. Мәні, батырдың ала. Сәлемді. Қалың қолай. Көңілсіздеу жүр. Кім? Сөйлемді үш. Нағыз батырдың ала. Өзі де батыр бол өсіт. Үлкен жігіт бол, кішкентайы қазір ұйқыда, оны мазаламай қойық. Сосын жәрдем берем деген кісілер болған, соларға нақты қазір ресми каспи көрсетсек дейміз. Арухан қарындас қой, Дарханнан кейінгі қыздың осы отбасының ресми есеп шоты, интернетте тарайтын жалған ақпарат, жалған шоттарға алданып қалып жүрмеңіздер. Міне. Опа. Опа. Мен өзім, опа, беретір. Дұрыс оқыл көрмейтін болса, 51 69 49 71 91 00 29 18. Ұстай ғой. Бар. Тәтеке бер. Халықтың, ұлттың намысы үшін мерт болған бауырымыздың отбасына барынша қолымыздан келген көмекті жасайық. Егер де келіп жақын арада тұрам немесе жолға қарамастан бауырдың Дарханның әкесінің қолын алып қайтам, сондай батыр өсірген дейтін кісілер болатын болса, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Әлжан апа ауылы, Қордай көшесі 24-ші үй. Күннен дұрыс көрінбеу мүмкін. Келіп қолдау көрсетіңіздер, жаңа есеп шотты көрсеттік. Ол Дарханнан кейінгі туған қарындасының ресми жалғыз есеп шоты. Интернетте байқап қалдым. Осы сәтті пайдаланып, кейбір мыйсыздар өздерінің шоттарын жазып отқандарын, соларға алданып қалмаңыздар. Жәрдемді нағыз осы шотқа салу сұрайым. Дархан бауырымыздың мерт болу, қалай мерт болды, неден мерт болған әлі де білмейтін болса, өйткені білмейтін себеп Тоқаев оны жасырып отты, соңына дейін тек қана дүнгендер қаза болды, қазақтар олардың арасында жоқ деген. Дархан бауырымызды 3 рет мылтықтан атқан жауыздар. Біріншісі аяғына, екіншісі осы жерлерге, сосын үшіншісі желкесінен тиген. 3 рет. Осы момын мұсылман бауырларымыздың ісі ма? Сөз жоқ айтуға. Жауыздық, қазақты басынғандық. Адам әлі ондай жауыздықтың сөзін ойлап таппаған болар.
келеміз, қолдау көрсетеміз десеңіздер осы жер.